Қала шетіндегі ескі темір жол вокзалы туралы түрлі әңгімелер болатын. Біреулер түнде сол маңда біреудің аяңдап жүргенін көрдік десе, енді біреулер пойыз келе жатқанда платформаның шетінде тұрған сұрғылт бейнені байқағанын айтатын. Бірақ ең қорқыныштысы, түнгі пойыздар жақындаған кезде әлдекімнің көмескі дауысы естілетін болған. Бұл жердің тарихы сұмдық болатын. Осыдан бірнеше жыл бұрын жас жігіт пойыз астына түсіп қайтыс болған екен. Біреулер оны өз-өзіне қол жұмсады деді, ал біреулер оны әлдекім итеріп жібергеніне сенімді болды. Бірақ оқиғаның шындығын ешкім білмеді. Аслан есімді жас жігіт бұл оқиғаны естігенде оның рас өтірігін тексергісі келді. Ол қорқынышты әңгімелерге сенбейтін. Сондықтан досы Нұрлан екеуі сол жерге барып, өз көздерімен көруге бел буды. Түнгі сағат 12-ге таяғанда олар вокзалға жетті. Айнала тып-тыныш, тек алыстан пойыз доңғалақтарының тықылы мен жапырақтардың сыбдыры естіледі. Ескі шамдар күңгірт жарық шашып, вокзал платформасының жартысы қара түнекке көміліп тұр. «Міне келдік», деді Нұрлан. «Ал енді не?» деді Аслан күліп. «Кім бар екен?» Олар біраз үнсіз тұрды, бірақ ештеңе көрінбеді. «Бос әңгіме ғой», деді Аслан иығын көтеріп. Осы кезде алыстан пойыздың гудогы естілді. Екеуі темір жолға қарады. Пойыз жақындаған сайын жарығы күшейіп, доңғалақтарының тықылы айқын естілді. Бір кезде дәл пойыз жақындап қалғанда платформа шетінде тұрған бұлыңғыр бейне көрінді. Бұл адам силуэтіне ұқсайтын сұрғылт елес болатын. Ол бастырылып қалғанда еңкейіп пойызға қарай бір қадам жасады. Не деген сұмдық? Нұрлан демін ішіне тартып кейін шегінді. Аслан да орнынан қозғала алмай қалды. Сол сәтте пойыз зулап өте шықты. Ал әлгі бейне жоғалып кетті. Бірақ олар дәл құлақ түбінен әлдекімнің сыбырын естілді. Келесі кім? Екеуі бұл жерден зыта жөнелді. Бірақ оқиға мұнымен біткен жоқ. Сол түні Аслан үйге келген соң қанша тырысса да ұйықтай алмады. Құлағына әлгі сыбдыр қайта-қайта естіліп, көзін жұмса пойыздың астында секіргелі тұрған бейне көз алдында пайда бола берді. Таң ата орнынан тұрып айнаға қарады. Бірақ бір сұмдығын байқады. Мойнында темір жол рельсінің ізінде қызыл сызықтар пайда болыпты. Осы оқиғадан кейін Аслан ешқашан түнде темір жолға бармады. Бірақ кейде пойыз өтетін кезде құлағына баяғы сыбыр қайта естілетін. Келесі